Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 132-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы біздің жобамыз деп аталады. Есіміңнің құпиясы. Ертеректе жаңа туған балаға ата-анасы қойған есім оның мінезі мен тағдырына әсер етеді деп сенген. Сондықтан жас нәрестеге ат таңдауда оның білдіретін мағынасына аса мән берген. Бертін келе басқа халықтармен араласу адам есімдерінің біраз өзгеріске түсуіне алып келді. Араб, парсы және басқа тілдерден енген есімдер пайда бола бастады. Есімдердің шығу төркініне үңілетін болсаң, көптеген қызықты жайттарға тап боласың. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің. Бірінші жаттығу төмендегі кейбір есімдердің түсіндірмесін оқы. Қазақ есімдері. Абай мағынасы абайлағыш, байқағыш, ойшыл деген мағынада. Айдар есімі мықты, күшті, зор деген мағынада. Әсем, сән, көрік, әдемі деген мағына берсе, іңкәр есімі құштарлық, ынтызарлық деген мағынада. Айқын есімі әйгілі, белгілі, нақты. Мерей есімі бақыт, қуаныш. Ақжан есімі адал, таза адам, ақ көңіл дегенді білдірсе, арай, таң шапағы, шұғылалы, сәуле деген мағынада қойылады екен. Аян есімі көпке белгілі, жұртқа мәлім дегенді білдірсе, аяру, әппақ, адал, жарық, сұлу, әдемі деген мағынаны береді екен. Сонымен қатар араб тілінен енген есімдер де бар. Ол абзал есімі ардақты, өте қадірлі, аса құрметті дегенді білдіреді екен. Абылай есімі ата, әке. Әмина адал, сенімді деген мағынада. Жазира ен дала, кең аймақ дегенді білдірсе, Ләйла кеш, түн деген мағынаны береді екен. Данияр есімі жақын, таныс дегенді білдірсе, Мұхтар ерекше, таңдаулы, таңдамалы деген мағынада. Ғизат есімі құрмет, сый, адал, құрметті, қадірлі дегенді білдіреді. Әнуар есімі нұрлы, жарық, жарқыраған, ең жақын деген мағынада. Сонымен қатар парсы тілінен енген есімдер де бар. Асхат есімі ең бақытты, құтты, ырысы мол деген мағынада. Айна есімі жарқын, таза. Мадияр іскер, Дина білгір, данышпан. Заида өсуші, өркендеуші деген мағынада. Гүлназ есімі еркелік, әдемі, әсем. Жәния есімі нәзік жанды. Рүстем батыр, ержүрек деген мағынада екен. Түркі және басқа халықтардан енген есімдер. Баян есімі мықты, зор, бай деген мағынаны білдіреді екен. Дулат есімі ежелгі түркі тайпасы. Ерсайын ноғайлы дәуірінің батыры. Манас есімі ержүрек, батыр, батыл деген мағынада қойылатын болса, Сандуғаш есімі әнші қыз, бұлбұл. Ұлан есімі бала, азамат, жауынгер. Інжу есімі қымбат, асылтас, маржан деген мағынада. Есімдердің мағынасымен танысып шықтық. Енді тапсырмаларды орындап көрейік. Екінші тапсырма: туыстарыңның қайсысы осы аттармен аттас? Олардың мінезі, жеке қасиеті есімінің білдіретін мағынасына сәйкес келе ме? Балалар, осы жоғарыдағы есімдермен аттас сенің туысыңның немесе танысыңның, бауырыңның есімі бар ғой, иә? Олардың аттары сол есімнің мағынасына сәйкес келе ме? Менің таныстарым, туыстарым, достарымның ішінде осы есімдермен аттас есімдер бар екен. Олардың мінезі осы есімдерінің білдіретін мағынасына сәйкес келіп тұр. Өз есіміңнің білдіретін мағынасын анықта. Жоғарыдағы есімдер тізімінде жоқ болса, дерек көздерден ізде. Сен өз есіміңнің мағынасын білесің бе? Жоғарыдағы аталған есімдердің ішінде сенің есімдерің кездесті ме? Кездеспесе, онда дерек көздерден іздеп көр. Келесі тапсырма: өз есіміңнің шығу төркіні білдіретін мағынасы туралы әңгімелеуге дайындал. Әңгімеңді өзіңе аттас адамдар туралы қызықты мәліметтермен толықтыр. Сен өз есіміңнің шығу тарихын білесің бе?
Егер білмейтін болсаң, онда есіміңді қойған адамнан немесе ата-анаңнан, әжеңнен, атаңнан сұрап көр. Бәлкім олар мағынасын міндетті түрде білетініне сенімдімін. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі алда шығатын сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.